Қайырлы күн достар. Менің есімім Света, жасым 54-те. Сіздерге мына елев 8 өнімінің қасиеттерін айта кеткім келіп тұр. Бұл бір капсуланың ішінде 30 килограмм шөптің сығындысы мен 6 түрлі тамыр бар. Ол тамыр деген саңырауқұлақтар. Біздің денсаулығымызға, ағзамызға, жасушаларымызға керемет әсері бар. Олар мына суық тигеннен, құрт ауруынан дейді, қалқанша безден, ісіктен, көз көрмеуден, қан қысымы жоғарыдан, қандағы қанттың көбеюінен, мына тамырларымыздың қысылуынан, жүрек қысылуынан, бас тамыр, ми тамырларының қысылуынан өте керемет әсер береді. Әсерінен бұрын денсаулыққа сондай пайдасы бар, жазыласыздар сондай ауруларыңыз болса. Асқазанның жарасы, асқазанның қыжылы дейді, өт жолдарыңыз, бауырларыңыз май басқан барлығы тазарады. Буындағы сіңірлер қалыпқа келеді бұрынғы қалпына. Және де аяқта басу, дуылдау, оны қан айналымды жақсартады. Қанды сұйылтады, қанның қоюлап қатып қалатын алдын алады. 700 аурудың алдына алатын бұл бір капсула, бір адамның күндік азығы, таңғы азық. Таңғы кезде тамақтан бұрын бір капсуласын ауыздарыңызға салып, шайнап, бір стақан сумен ішіп алсаңыздар, күніне 2 литр су ішу керек. Сол сумен бұл 30 килограмм шөптің сығындысы сіздердің ағзаларыңызда жақсы жұмыс істейді. Енді қараңыздар, ісік аурулары болады, сары ауру болады, тері аурудың әр түрі болады, темір еткісі болады, содан кейін қотырлар шығады, сары суланып, солардың барлығына өте керемет. Шаш қатаяды, тырнақ қатаяды, көз көру, құлақ есту, дәм сезу өте күшті жұмыс істейтін болады. Әсіресе, мысалы үшін, қазір жасы келген апаларымыз, аталарымыз бар, соларға да өте жақсы. Енді түнгі ұйқысы бұзылған адамдар бар, оның ішінде жастарымыз да бар. Түнгі 1-2-де оянсақ, көпке дейін 1-2 сағат ұйқымыз келмей, ұйықтай алмай дөңбек жатамыз. Сол ұйқыны қалыпқа келтіреді. Содан кейін біздің ағзамызға, жасушаларымызға әртүрлі дәрумендер керек. Сол сақина ұстайды дейді басымыздың. Сол сақина